Ришат Нури Күнтекин, Беймаза Бозторғай. Үздік шетел классикасы, түрік тілінен аударма. Бірінші бөлімнің үшінші жалғасы. Сол жазда бір саяхат жасадым. Қашық емес, Текирдаг деген жерде. Білетін боларсыз, Құдайым маған тәтелерді үйіп бергенін. Солардың біреуі Текирдагда тұратын. Күйеуі Азиз Жездем көп жылдардан бері сол жерде әскери бір бөлімді басқаратын. Менен 3 жас үлкен Мәжгүн деген қыздары бар болатын. Туыстардың арасында Мәжгүнді өте жақсы көретінмін. Мәжгүн сүйкімсіз еді, бірақ бұл маған еш әсер етпейтін. Арамыздағы алшақтық 3 жас болса да, мен кішкентай кезімде оны үлкен бір кісідей көретінмін. Қазір арамыздағы айырмашылық аз болса да, мен оны өзімнен үлкен әпкемдей көретінмін. Мәжгүн әпкемнің мінезі маған қарама-қайшы болатын. Мен соншалықты сотқар, тентек болсам, ол соншалықты сабырлы, салмақты, өз айтқанын жасатпай қоймайтын. Бар қалауын жасатқан кісі білуімше жалғыз болады. Кейде айтқанын тыңдамай қабағымды түйсем, қалағанын орындамасам да, нәтижесінде айтқанын жасаймын. Неге дейсіз бе? Қайдан білейін? Адам баласы біреуді жақсы көрсе тұтқынға түскендей болады. Мәжгүн бірнеше жылда бір рет Айши тәтемен бірге Стамбулға біздің үйге немесе басқа тәтелерінің үйіне қонаққа келетін. Сол жазда маған Текирдагдан ресми шақыру келді. Айши тәтем Бесиме тәтеме жазған хатында: "Сізден үмітім жоқ. Бірақ Феридені ең кемінде 2 айлық мерзімге демалысқа міндетті түрде күтеміз. Ұмытпасаңыз, біз де тәтесі боламыз. Келмесе, жездесі де, мен де, Мәжгүн де қатты ренжиміз" депті. Бесиме тәтем мен Нежмие Текирдагны алыстағы жұлдызға қарағандай көзін сығырайтып дүниенің басқа бір бұрышындай көретін. "Болатын іс емес, мүмкін емес-ау" деп жатты. Мен қалжыңдап алдарына шығып басымды иіп, "Рұқсат етсеңіз, бұның осыншама қиын емес екендігін дәлелдеп берейін" дедім. Құрбыларымның арасында жазда отбасымен саяхатқа шығып мақтанатындары бар еді. Демек, мектепке барған кезде мен де осылайша мақтанып айтатын боламын. Бір жыл бұрынғы ғашықтық ертегіме осы жылы саяхат хикаялары қосылса тамаша болар еді. Менің арманым шабаданымды қолыма алып, романдарда оқыған америкалық қыздар секілді жалғыз барып кемеге міну еді. Бірақ мұны естіген тәтелерім ойбай салып, қасыма бір қарауыл бермей жолға шығуға рұқсат бермеді. "Қараңғыда палубадан теңізге қарама, ешкіммен сөйлеспе, кеменің баспалдақтарынан абайлап түс" деген сан мың насихатпен бар ынтамды өшірді. Текирдагға апаратын ескі астаудан кеменің трансатлантикалық кеме секілді 80 метрлік баспалдағы бардай. 2 жыл бойы көрмеген Мәжгүн өсіп, сөйлеуге ерінетін, өзіне сенімді бір ханым болыпты. Дегенмен тез тіл табыстық. Айши тәте мен Мәжгүннің көп достары болатын. Мен де олармен араласып кеттім. Оларды күн сайын қонаққа, виллаға немесе баққа шақыратынбыз. Бойжеткен бір қыз екенімді, тентек болсам ұятқа қалатынымды айтқандарынан кейін абайлап әрекет ететінмін. Танымайтын әйелдерге ілтипат көрсете жүріп, сұрақтарына ибалы да байсалды жауап беріп жатып, өзімді қуыршақтармен ойын ойнап отырғандай сезінетінмін. Танымайтын, өзіңе ұнамайтын адамдармен араласу аз да болса мақтаныш сезімін сыйлайтын. Қонаққа бару маған қызық болса да, менің сүйсіне өткізетін уақытым Мәжгүнмен жалғыз қалған кездерім болатын. Жездем үйін теңізге қараған биік бір жерге салыпты. Мәжгүн әпке биік төбенің түп-түзу жарынан төмен қарай жағалауға түскенімді көріп тоқтатуға тырысқан болатын. Бірақ кейін өзі де соны үйреніп алды. Неше сағат бойы құмның үстінде жатып, судың бетіне тас лақтырып, жағалаумен жаяу қашыққа келіп жатқанбыз. Теңіз осы мерзімде өте әдемі және тыныш, бірақ көңілсіз болатын. Кейде қанша сағат өтсе де үстінен бір желкен де, бір жапырақ тұман да көрмейсіз. Ал күн бата су адамды ауру қылатындай көрініп, жалғыздықпен тұншықтыратын. Бір күні Мәжгүнмен еш нәрсе ойламай қашықтағы шығыңқы жерге қарай жүрдік. Мақсатымыз осы шығыңқы жердің арғы басындағы тұңғиыққа жету болатын. Бірақ өкінішке қарай жол жабық болды. Аяқ киімімізді шешіп суды кешуден басқа амал қалмады. Мен бұған қатты қуандым, бірақ бойжеткен қыз болған Мәжгүнді қайтер едік? Не десем де аяқ киімі мен шұлықтарын шешпейтінін білгендіктен оған бір ұсыныс жасадым. "Кел Мәжгүн әпке, сені арқалап алайын, осылайша өткізіп аламын" дедім. Ұсынысымды қабыл алмады. "Ақымақ қыз, сен үп-үлкен адамды қалай көтересің?" деді. Бейшара Мәжгүн жасы да, бойы да менен ұзын болғандықтан оны көтеріп алатын күшімнің жоқ екенін ойлаған. Жаймен қасына барып, "Көрейік, іске асып кетсе тамаша" дей тұрып, оны арқама отырғызып алдым. Мәжгүн әуел баста мұны бірнеше қадамға ғана созылады деп ойлаған болатын. Жерге түсуге тырысып, "Ақымақтық етпе, мені жерге түсір, сен мені қалайша арқалап жүрмексің" деп күліп жатты. Бірақ жалаңаш аяғыммен су кешкенімді көріп есі кетті. "Қауырсын секілді жеп-жеңілсің әпке" дедім. "Жыбырлай берсең, екеуміз де суға түсеміз. Екеумізге де обал болады, бірақ қимылдамасаң бәрі де жақсы болады." Бейшара қыздың беті шүберектей ағарып кетті.
бір сөз айтса тепе-теңдігіміз бұзылады деп қорқып, аузын көзін жауып, қолымен шашыма жабысып алды. Мәжгүн алақандай судың ішінен биік бір жартастан өткендей көзін жауып, арқамда қимылдауға қорқып отырды. Шығыңқы жерді айнала бере не көрдік деп ойлайсыз? Жағалауға шығарылған бір қайықтың жанында тамақ жеп отырған 3 балықшы бізге қарап отырмасы бар ма? Мәжгүн жүрегі ұшып, қолыма кенедей жабысып, арманың орындалды ма, Фериде? Деді сыбырлап. Енді не істейміз? Деді. Мен күліп, балықшылар адам жемейді ғой, дедім. Бірақ көрінісіміз расымен де өте қызық болатын. Әсіресе мен тіземе дейін ашылған жалаңаш аяғым, шұлықтарым қолымда адамдарға көрінетін түрде емес едім. Мәжгүн жіп-жіңішке аяғымен сыпыртқыдан қашқан өрмекші секілді қашуға дайындалып тұрды. Мен бұл қорқақтыққа төтеп беріп, қайдан шықсан одан шық деп балықшылармен сөйлесе бастадым. Судың неге тасып жолды бөгеп тастағанын, қай кезде теңіздің қай жақтарына балық аулауға шығатындарын сұрадым. Әңгіме болсын деп, әйтпесе қайдағы жоқ сұрақтар. Балықшылардың екеуі 20-25 шамасындағы жас жігіттер, үшіншісі сақалы бар үлкен кісі болатын. Жастар ұялып қалғандай көрінді. Жауапты қарт кісі берді, бірақ ол да мен секілді айтар әңгіме таппаған соң кім екенімді сұрады. Бір сәт ойланып, мен Марика деген қызбын, саудагер ағама Стамбулдан қонаққа келдім, дедім. Мәжгүн қолымнан ұстап алып сүйреп мені аулаққа барды да, Алла жазаңды берсін, неге олай жасадың, деді. Қайдан білейін, дедім. Стамбулдағы тәделерім, аузыңды ашпа, қайдағы жоқ нәрселерді айтпа, ол жерде өсек әңгіме тез тарайды деп қайта-қайта айта берген. Балықшылар бұл қандай мұсылман қыз өзі, басын ашып қана қоймай аяғында ашып жүреді екен демесін деп. Өкінішке қарай қорқақ Мәжгүн түймедейді түйедей қылып мәселені ушықтырып жіберді. Кешке қарай Мәжгүнмен қол ұстасып қыдырып жүргенімізде бір аға лейтенант жас жігіттің біздің жанымызға жақын жүретінін байқадым. Бұл әскери жас жігіт атын жаттықтырып жатқандай болатын. Бірақ қаншама бос жер болса да, әркез біздің серуендеген жолдан өтетін. Қасымыздан өтіп бара жатып біздерге қарайтын. Тіпті сонша назар салып қарағанда, тоқтап біздермен сөйлеседі ме деп қаласың. Бір күні ол тағы да атын билетіп, біздің шарбақтың шетіндегі ағаштардың артына тығылғандай, қасымыздан өткен кезде мен мысқылдап күлдім. Жорта жөтелдім де, Мәжгүн әпке, бәрі түсінікті, дедім. Мәжгүн бетіме қарап, не деген келіп тұр, Фериде, деді. Әпке, бұрынғыдай бала емес екенімізді айтқым келіп тұр. Әскер мырзамен бір-бірлеріңізге жақсы қалжыңдасады екенсіз. Мәжгүн күле бастады. Мен бе, ақымақ қыз? Шамалы болса да әскермен құрдастай ойнасаңыз қайтер еді, ханым? Ол әскер мен үшін қасымыздан шықпай қойды деп ойлайсыз ба? Олай ойламау үшін ақымақ болу керек шығар. Мәжгүн қайтадан күле бастады. Бірақ осы жолы күлкісінде бір мұң сезілді. Кейін ішінен терең дем алып, кішкентайым, мен ізімнен жігіт жүгіретін қыз емеспін ғой. Ол сен үшін жанымыздан шықпай қойды. Не деп тұрсың, әпке? Көзім шарасынан шығардай бақырайып кетті. Иә, сен үшін. Сен келмей тұрып та көретінмін оны. Бірақ ол мені мынау жолдың бойында тұрған ағаштан айыра алмайтын, артына қарамастан өтіп кететін. Сол түні тамақтан кейін Мәжгүн екеуміз есіктің алдына шықтық. Үндемей теңізге қарай жүрдік. Мәжгүн, сенің бір дертің бар, Фериде, дыбысың шықпай қалды. Шамалы үндемей тұрып қалып жауап бердім. Күндіз айтқан мағынасы сөздерің ойымнан шықпай жатыр, ренжіп қалдым. Мәжгүн таңғалып, мен не дедім? Мен ізімнен жігіт жүгіретін қыз емеспін ғой дедің. Мәжгүн күлді. Жарайды, бұның саған қатысы қанша? Қолынан ұстап көзім жасқа толды. Сен сүйкімсізсің бе, әпке, дедім. Ол тағы да күлді. Менімен қалжыңдасып бетімнен шымшыды. Көріксіз де емеспін, көрікті де емеспін, орташамын. Осымен бұл айтысты доғарайық. Сені айтар болсақ, өскен сайын керемет бір нәрсеге айналып бара жатырсың. Қолымды Мәжгүннің иығына қойдым, оны сүйіп алатындай мұрнымды мұрнына тигізіп, мен үшін де орташа деп әңгімені доғарайық, дедім. Ылдидың шетіне келген болатынбыз. Жерден тас жинап алып теңізге лақтыра бастадым. Мәжгүн де маған ерді. Бірақ бейшара тас атуды да білмейтін, әрі қолдары әлсіз болатын. Менің тастарым әркез жоғалып кетіп, қашықта жалтылдай түсетін. Оныкі болса күлкілі бір тарсылмен ылдидағы тастарға соғылатын, немесе төмендегі құм жағалауға түсетін. Екеуміз бұған күлетінбіз. Жарқыраған айдың астында теңіздің екі қызға берер шабыты бұл болмау керек еді. Бірақ қайтеміз енді. Айтқанымша Мәжгүн шаршап бір үлкен жартастың үстіне отырды. Мен де аяқ жағына тізе бүктім. Маған мектептегі достарым туралы сұрақтар қойып жатты. Оған шамалы Мишель туралы айтып бердім. Сосын аузыма ие бола алмай ойлап тапқан ертегілерімді әңгімеледім. Бұған қандай себеп бар еді? Мәжгүнге айтқан бар шындығым мылжың әңгіме ме еді? Білмедім. Бірақ кейде асырып жібергенімді түсініп тоқтағым келгенде біртүрлі өзімді ұстай алмай кететінмін. Мәжгүнге айтылған әңгіме негізінде достарыма ойымнан шығарған бір қасқырдың хикаясы болатын.
бірақ сол рөліме кіріп кетіп қаншалықты қиналсам, қазір де қажеттілік болмаса да сол қайғыға беріліп еріп кететінмін. Даусым дірілдеп, көзім тұмандана түсетін. Мәжгүннің бетіне қарай алмай тұрдым. Бірде оның етегімен, түймелерімен ойнасам, бірде басымды тізесіне қойып теңізге алысқа қарап жаттым. Ертегімнің қаһарманы кім екенін алдымен Мәжгүннен жасыруға тырысқам, бірақ кейін ол да абайсызда аузымнан шығып кетті. Мәжгүн үндемей шашымды сипап, тыңдап отыра берді. Сөзімді аяқтап, құрбыларыма айтқан өтіріктердің қаншама ұят екенін, мұны өзім де түсінгенімді айтып отырсам, не дегенін білесіз бе? Феридежан, сен Кемранды расымен де қатты сүйеді екенсің, деді. Ойбай салып Мәжгүннің үстіне секірдім де, оны құрғақ шөптің арасында домалатып сабай бастадым. Не деп тұрсың, әпке, не дедің? Мен қу сары қарқаяқты? Мәжгүн демін ала алмай құтылуға тырысып жатты. Аяғымен мені теуіп, жібер мені, жынды, киімімді жыртасың. Жолдан біреу көріп қалады, ұятқа қаламыз. Алла разылығы үшін қойшы, деп жалынып жатты. Сөзіңді міндетті түрде қайтып аласың, міндетті түрде кері аламын, деді. Қалағаныңды жасаймын, тұршы үстімнен. Бірақ ол көңілімді алдау үшін емес, мені алдау үшін емес. Жақсы, көңіліңді алдау үшін емес, сені алдау үшін емес, шынымен. Мәжгүн орнынан тұрып үстін қағып жатты. Фериде, сен расымен де жындысың, деп күліп жатты. Орнынан тұра алмай даусым дірілдеп. Алладан қорықпай маған қалайша жала жабасың, әпке? Мен әлі баламын ғой, дедім. Сосын өз-өзімді ұстай алмай жылап жібердім. Сол түні от болып жанып жаттым. Біртүрлі ояна алмай, сандырақтап, ауға түскен үлкен балықтай бұлқынып жаттым. Аллаға шүкір, түн қысқа болатын. Жарық шыққанға дейін Мәжгүн қасымнан кетпеді. Денемде бір өзгеріс болғандай, өз-өзімді жеңе алмайтын бір қорқыныш пен жеркенішті сезініп жаттым. Қайта-қайта кішкентай баладай бақырып жылап, Мәжгүннің мойнынан құшақтап, неге олай дедің, әпке, деп қайталай бердім. Ол да бірдеңе деуге қорқып, иә немесе жоқ деп айта алмай, шашымды сипап, басымды құшақтап тыныштыруға тырысты. Таңға жақын ол даусын шығарып ашулы үнмен маған үн қатты. Жынды неме, сүю деген ұят нәрсе ме? Дүниенің соңы басталған жоқ қой. Тым болмаса үйленерсіңдер, мәселе шешілер. Қане алдымда ұйықтай қал. Мынадай тәрбиесіздікті қаламаймын. Мәжгүн әпкеден күтілмеген жігері мен нықтай сөзіне жауап қайтара алмай осы жолы мен жеңілдім. Денем де әбден қалжырап шаршаған болатын. Түн бойы тауда қасқырмен төбелесіп таңға жақын әлсіреген Месси Сегиннің екіншісіне ұқсадым. Терең ұйқыға бара жатып Мәжгүннің қайтадан қатайған даусымен, бәлкім ол да саған кетер емес шығар, деп сыбырлаған естідім. Бірақ жауап қатуға шамам болмағандықтан ұйқыға кеттім. Келесі күні осында тұратын бай отбасының біреуіне қонаққа баратын болдық. Өмірімде осылайша құтырған және көңілденген күнім болмаған секілді. Әйше тәте мен Мәжгүнді қожалықтағы хаосын жанына үлкендермен әңгіме өсек соғуға қалдырып, балаларды артыма ертіп алып, жан-жақты астан-кестен еттік. Тіпті бір кезде жалаңаш бір атқа мінеміз деп, бір қауіптен аман-есен құтылдық. Тәтем мен Мәжгүн мені көрген сайын қол мен бастарымен ымдап шаршады. Не айтқылары келгенін жақсы түсінген болатынмын. Бірақ түсінгім келмей тұрғандықтан ағаштардың арасында есім шыққанша жүгіре бердім. Әрине 15 жасқа келген өзінің нәзік айтуымен аттың енесіндей бір бикештің басы ашық, аяқтары жалаңаш, астан-кестеңі шыққан түрімен жұмысшылар мен көмекшілердің арасында сорақы болып жүруі ұят нәрсе болатын. Мұны мен де білетінмін, бірақ біртүрлі өзіме сөз ұқтыра алмадым. Бір кезде Мәжгүннің жалғыз тұрғанын көріп қолынан ұстап алдым. Не түсініп отырсың сымбатты армян келіндерін мақтаған әйелдердің әңгімелерінен? Менімен жүр, дедім. Ол ашуланғандай болып, түнде таң атқанша күш қалдырдың ба менде, деді. Кейін, сен расымен таңғаларлық тіршілік иесі, ерекше жан секілдісің, қызықсың Фериде, деп қосты. Кешке қандай жағдайда болдың? Таңертең 2 сағаттай ұйықтамай атып тұрдың. Сенде шаршаудың ізі де қалмаған. Өңің де жарқырап, көзің де от шашып тұр. Ал мен қандай жағдайдамын, қара. Бейшара Мәжгүн расымен де аянышты халде болатын. Түнде ұйықтамағасын бетінің түрі қашып, көзінің қызарып кеткенін байқадым. Түн есімде жоқ, дедім де қайтадан жүгіріп кеттім. Кешке көлігіміз кеш қалып қойғаннан кейін жаяулатып үйге қайтып келе жаттық. Әрине бұл жақсы болатын. Баратын жеріміз де алыс емес. Тәтем өзімен қатар 2 көршісімен артымыздан келе жатты. Мен болсам шамалы жан кірген Мәжгүнмен қол ұстасып алдарынан келе жатқанбыз. Жолдың бір жағында құлаған жарлар, шарбақпен қоршалған бақшалар, екінші жағында сол үлкен үмітсіздікке ұқсаған желкенсіз және тұмансыз теңіз болатын. Бақшаға күз ерте түсіпті. Жарларды, шарбақтарды орап алған шырмауықтар сарғайып, 1-2 жердегі гүлдерді шаң басып кеуіп қалған еді. Сирек болып бір-бірінен айырылған аласа бойлы қызыл қайың жұқа, қалтыраған көлеңкесімен қоса жапырақтарын жолдың бойындағы шаңның үстіне төгіп жатты.
Бірақ ең қашықтағы бақшаның қараусыз бұрышында бір топ қызыл нүктелер көрініп жатты. Бұлар қара бүлдірген болатын, және бұларды Алла тағала бозторғайлар жесін деп жаратқан еді. Осы себептен үмітсіз теңізді тастап, Мәжгүннің қолынан ұстап алып бүлдірген жаққа сүйрей жөнелдім. Артымыздағылар тасбақаның жүрісімен бізге жетіп, бізден озып көшенің басына жетем дегенше біз 80 рет айналып жұмыстарымызды бітірер едік. Бірақ Мәжгүн әпке сабырсыздықтан адамның есін шығаратын қыңқылдақ. Егістіктің ортасында жүріп бара жатып аяқ киімінің өкшесін қайырып алады. Құрғап қалған сабақтары аяғына батады деп қорқады. Екі аттап шұңқырдан секіретін кезде мың ойланып толғанып тұрып алады. Бір рет соңымыздан қуды. Мәжгүннің қол сөмкесіне сыйып кететін кішкентай күшік. Әпкем итті көтере сала қашып мені көмекке шақыра бастады. Одан қалса бүлдіргеннен де қорқатын. Ауырып қаласың, асқазаным бұзылады дейтін бүлдіргенді қолымнан қағуға тырысып, кейде ойнап төбелесетінбіз. Бүлдірген езіліп бетіме жағылып, менің кең жағымдағы алтын жалатқан жіппен екі зәкір салынған теңізше жейдеме дақ қалдырып жатты. Арттағылар бізге жетем дегенше жұмысымызды бітіріп қалармыз деп ойлағам, бірақ мен Мәжгүн және бүлдіргендермен арпалысып жүргенінде олар жолдың төменгі басына түсіп үлгеріпті. Бізге қарайласып бұрылатын жерде арттарына қарап тұр екен. Қастарында бір еркек адам тұр. Мәжгүн, ол кім болды екен, деді. Кім болушы еді? Жолаушы немесе ауылдың бір кісісі? Олай ойламаймын. Турасын айту керек болса, мен де олай ойламаған едім. Ымырт жабылған кезде және жолдың бойындағы үлкен ағаштардың көлеңкесі арасында нақты көрінбеді. Дегенмен басқа жақтың адамы екені байқалып тұрды. Кейін бұл кісі бізге қолын бұлғады. Сосын олардан бөлектеніп біздерге қарай жол алды. Таң қалдық. Мәжгүн, өте қызық. Бізді танитын біреу болды ғой, деді және сәлден кейін толқып. Фериде, бұл Кемранға ұқсайды, тоқта. Мүмкін емес, оның мұнда не шаруасы бар, дедім. Уәллахи билахи, дәл соның өзі. Мәжгүн жүгіріп кетті. Мен болсам керісінше жүрісімді баяулаттым. Демім бітіп, аяғымның алға қарай баспай жатқанын сездім. Жолдың шетінде тұрдым. Аяғымды үлкен тастың үстіне қойып еңкейдім. Аяқ киімнің бауын шештім, кейін жаймен қайта байлай бастадым. Бетпе-бет кездескенімізде мен шамалы тынышталып, мазақ қылуға дайын болып тұрдым. Астапыралла, сіз осыншама ұзын жолға қалай қорықпай шықтыңыз, дедім. Ол үндемей бейтаныс біреуге күлімсірегендей маған қарап тұрды. Сосын қолын сызды. Мен қолымды артыма тығып тұрдым. Мәжгүн әпке екеуміз бүлдіргенге тойдық. Қолым жабысқақ. Кейін үстіңе шаң жабысты. Тәтелерім қалай? Нежмия қалай? Көзіңнен сүйіп жатыр, Фериде. Мерси. Күнге күйіпсің ғой, Фериде. Терің қабыршықтанып кетіпті. Күннен. Бір кезде Мәжгүн сөзге араласты. Сен де солай, Кемран, деді. Кім біледі, қолжатырсыз айдың жарығында жүрген болар, дедім. Бірге күліп жүре бастадық. Біраздан соң Айше тәте мен Мәжгүн бөлемді орталарына алып алды. 40 жастан асқан тәтемнің көршілері өздерін қатын деп, Кемранды еркек деп бірақ алыстау жүріп келе жатты. Мен алдыңғы жақта балалармен бірге келе жаттым, бірақ құлағым арт жақта болды. Бөлемнің тәтем мен Мәжгүнге бұл жаққа қай желдің айдауымен келіп қалғаны туралы әңгімесін тыңдап келе жаттым. Осы жазда Стамбулда ішім пысты, қаншалықты жалыққанымды түсіндіре алмаймын. Өкшемді жерге қатты ұрып жіберіп ішімнен, әрине, бақытты жесір ел асып кеткесін не істейін деп едің, дедім. Ол алдыңғы түні айдың 15-і болатын. Достарыммен әлемдағыға шыққан болатынбыз. Керемет бір кеш еді. Бірақ көңіл көтеруге еш зауқым болмады. Таңға жақын ешкімге айтпай қаладан келдім. Расымен де зерігіп кеттім. Бірнеше күнге Стамбулдан алыстағым келді. Бірақ қайда? Ялованың мерзімі емес. Бұрса бұл айларда қатты ыстық қой. Есіме сіздер түстіңіздер. Онсыз да сіздерді қатты сағынған болатынмын, деп әңгімесін айтып келе жатты. Жездем мен тәтем сол күні кеште Кемранмен түннің біраз уақытына дейін бақшада әңгімелесіп отырды. Мәжгүн шаршағаннан әрең жүрсе де қастарынан шықпай қойды. Мен болсам керісінше топтан қашықтап, қайта-қайта үйге кіріп бақшаға шығып жүрдім. Бір кезде неге екенін білмеймін, қастарына жақындағым келді. Кемран менің әрекеттеріме ренжіген кісідей. Қонаққа құрмет көрсетіліп жатқан жоқ секілді, деді. Мен де күліп иығымды көтеріп, қонақты көтере алмайды екен, дедім. Мәжгүн мені қашып кетпесін дегендей білегімнен ұстап денеме жабысып алды. Шаршап демалғым келгенін айтып бақшадан шығып кеттім. Мәжгүн түннің бір бағында бөлмеге кірген кезде мен төсегімде ояу жатқан болатынмын. Төсегімнің шетіне отырып бетіме қарады. Күліп жіберетінімді сезіп теріс қарай аунап қорылдай бастадым. Ол күшпен басымды көтерді. Өтірік жасамай-ақ қой, көзіңді аш, деді. Шынымен де ұйықтап жатқам деп көзімді бақырайтып аштым. Бірақ екеуміз де өздерімізді ұстай алмай тырқылдап күле бастадық. Мәжгүн бетімді сипап, болжамым дұрыс шықты, деді.
Жұлқынып төсегімнің темірлерін шиқылдатып төсегіме отырдым. Не деген келіп тұр? Ол қорқып кетті. Еш нәрсе, деді. Кейін күліп, Құдай үшін төбелесемін демеші, шаршап тұрмын, деді де жарықты сөндіріп көрпесіне қойып кетті. Бірнеше минуттан кейін мен жамылғының ішіне кіріп басынан сипадым. Бірақ ол шынымен де ұйықтап қалыпты. Көзін ашпай, қойшы Фериде, деп жалынды. Жарайды, тілімнің ұшындағыны міндетті түрде айтпасам, осы жолы мен ұйықтай алмаймын, дедім. Қараңғы бөлмеде Мәжгүннің жабық тұрған көзіне қарамастан құлағына сыбырладым. Сенің ойында қызық бір нәрселер болып жатыр, түсінемін. Бірақ оған бір нәрсе айтатын болсаң, сені құшақтап алып теңізге лақтырып жіберемін. Мәжгүн, жақсы қалағаның болсын, деді. Кемранның келгені расымен де мазамды кетірді. Оған деген ашу, қорқыныш, жек көру секілді сезімдерім күн өткен сайын арта түсті. Бетпе-бет кездесіп қалған кезімізде еш себепсіз дөрекі бірдеңе айтып қашып кететінмін. Аллаға шүкір, Әзиз жездем де қонағына қатты көңіл бөлді. Онымен таныстыру үшін үйге неше түрлі адамдарды шақырып, бір күні ұзақ арба серуеніне немесе жергілікті біреудің бау-бақшасына апаратын. Бір күні таңда сондай бір шақыруға дайындалып жатқанда бөліммен баспалдақты қарама-қарсы кездесіп қалдық. Жолымды кесіп жан-жағына қарап, ешкім тыңдамай тұрғанына сенімді болғанын сезгендей. Сый-құрметтің көптігінен шаршап кеттім, Фериде, деді. Мен баспалдақтан оған тимей өтіп кете аламын ба деп ойлап тұрып. Жаман ба, күн сайын қыдырасыз, дедім. Кемран ащы кекесінмен күлімсіреп көзін аспанға көтерді. Қонақты көтере алмайды, бірақ қонақтар өзара үйдің қожайынын өсектейді деген ескі бір әдет бар екен. Қарашы, мен де сондай бірдеңе айтайын. Бөлем неге екенін білмеймін, алғашқы кеште айтқан қонақты көтере алмайды деген сөзіме ренжіп қалыпты. Қайта соны есіме түсіре берді. Жақсы, бірақ жамандайтын еш нәрсесі жоқ. Күн сайын жаңа адамдармен танысып, жаңа жер көріп жатырсыз. Ол қайтадан ернін томпайтып. Танысқан адамдар сонша қызықтыратын адамдар емес, өз өзімді ұстай алмай. Сізге ұнайтын адамды қайдан тауып әкелсін енді, бейшаралар, дедім. Кемран оның көңілін көтеретін кісі деп кімді меңзеп тұрғанымды түсінді. Ол бір қадам алға аттап маған қолын созып, Фериде, деді. Бірақ қолдары ауа қармап қалды. Мен оның денесі мен баспалдақтың арасынан өтіп қашып кеттім. Баспалдақтан секіріп түсіп, ән салып, бақшаға қарай жүгіріп бара жаттым. Әйтеуір бір күні Мәжгүн менен ақысын алды. Күнде таңертең екеуміз теңіздің жағалауында серуендеп жүретінбіз. Түнде жаңбыр жауған соң ауада керемет бір күзгі салқындық сезіліп тұрды. Тұманға ұқсас пішінсіз бір бұлт күнді жасырып, теңіздің тұнық бетінде қай жерден келгені белгісіз бір жарық дірілдейді. Алыста желкені жоқ бірнеше балықшылардың қайығы көлеңке секілді қимылсыз қалғандай. Сол күні қалай болса да қонақтықтан қолы босап қалған Кемранның көшеден өткенін көрдім. Үлкен ағаштың түбірінің үстінде теңізге қарап ойланып отырған Мәжгүн мұны байқамай қалған болатын. Мен де көрмегендей болып денемді жартылай сол бағытқа ауыстырдым. Еш нәрсе көрмесем де, естімесем де оның бізге қарай келе жатқанын сезіп, белгісіз бір тітіркену болғанын байқадым. Мәжгүн, не болды, үндемей қалдың ғой, деп басын бұрған кезде 10-15 қадамдай жердегі Кемранды көрді. Жол жөнекей бірнеше минуттық таңға амандасудан қашатын мүмкіншілік болмады. Кемран әңгімені Мәжгүнге қалжың айтудан бастады. Бүгінде қолшатырыңызды ұмытпапсыз, деді. Ол күліп жауап берді. Иә, бірақ бүгінде жаңбырдың жауы қаупі бар. Бөлім өзінің байсалды және жігерсіз темпераментіне ұқсас бүгінгі ауа райын қаншалықты жақсы көретінін айтты. Мәжгүн бұған қарсы шықты. Қолындағы қолшатырын ашып жауып тұрып, тамаша, бірақ адамды мұңға бөлейді. Осы мерзімнен кейін күндер бір-біріне ұқсайды, деді. Кейін қыс басталады. Бұл жақтың қысы қаншалықты көңілсіздеу екенін білмейсіз. Әкем қырсық қылғандай осы жерге бауыр басқаны сонша басқа жерге ауыстырып жібереді деп қатты қорқады. Кемран қалжыңдап, қатты жамандамаңыз әкеңізді. Кім біледі, бәлкім өзі бай жергілікті біреумен тұрмыс құрарсыз. Мәжгүн мұны шындап қабылдап басын шайқады. Құдай сақтасын, деді. Осы кезде қасымыздан жалаң аяқ бір балықшы өтіп бара жатты. Бірде өзімді Марика деп таныстырған қарт балықшы еді. Басы тағы да қызыл орамалмен ораулы еді. Мені танып қалғанын білдіріп, көп болды көріспегелі, Марика, деді. Бір күні сізбен балыққа шығуға дайындалып жүрмін, дедім. Сөйлесіп ылдиға қарай жол алдық. Біраздан соң қастарына келгенімде Мәжгүн бөлеме Марика хикаясын айтып жатты. Сөзін аяқтап білегімнен ұстап алды. Мені емес, бәлкім Феридені Текирдағыда қалдырармыз, деді. Бағы жанар, Иса капитан деген балықшының баласына сұрап кетті. Балықшы деп менсінбей қалып жүрмеңдер, өте бай адамдар. Кемран күліп, миллионер болса да демократ болуымыз керек. Солай емес пе, Фериде, деді. Мен бөлесі ретінде мұны қабылдай алмаймын. Ақылды, тіл алғыш Мәжгүнді бүгін қандай шайтанның түрткенін қайдам, Кемранның сөзіне қалай жауап бергенін білесіз бе? Барлығы ол емес, Феридені ұнатқандар көп.
Мысалы, оттай жанып сөнген бір әскер жігіт кеш сайын атымен үйіміздің қарсы алдына келіп Феридеге ұнау үшін қауіпті әрекеттер жасайтын. Кемран осы жолы қарқылдап күлді. Бірақ бұл күлкінің ішінде алдыңғы күлкісіне ұқсамайтын қызық бір нәрсе, бір кірбің бар болатын. Бұған ешнәрсе айта алмаймын, жауап беруі өзінің хақы, деді. Мәжнүнға саған көрсетемін деген ишарат жасап, сен шектен асып бара жатырсың, мұндай әңгімелерді ұнатпайтынымды білесің, дедім. Ол қорғанып Кемранның артына тығылып маған қарап көзін қысты. Жалғыз болғанымызда бұлай демейсің бірақ та, деді. Өтірікші жалақор. Осы жолы Кемран да іліп алып, мұны маған да айта аласың, Мәжнүн, деді. Мен бөтен емеспін ғой. Ашуланып аяғымды жерге тарс еткізіп, түсінікті, сендермен төбелессіз әңгімелесу мүмкін емес, сау болыңдар, деп жұлқынып теңізге қарай жол алдым. Жүріп бара жаттым. Бірақ ішімдегі бір сезім алыстаудың басталып кеткен әңгімені тоқтата алмайтынын айтып жатты. Ылдидың шетіне келіп ызалана теңізге тас лақтыра бастадым. Кейде жерге еңкейіп жатқандай болып артыма қарап қоямын. Көріп тұрғандарым еш кепілдік бермей жатты. Мәжнүн не деп әңгіме айтып жатқанына және бұған қарсылық көрсете алмағаныма күйініп отырдым. Басында күліп сөйлесіп жатты, кейін екеуі де күлуді тоқтатты. Мәжнүн айтатын сөздерін қиналып айта алмай тұрғандай, қол шатырының ұшымен топырақты сызып тұрды. Бөлем болса мүсін секілді қатып қалғандай. Кейін екеуінің де маған қарағандарын және ең жаманы маған қарай келе жатқандарын көрдім. Бәрі түсінікті болатын. Ылдидың ең биік жерінен бар күшімді салып төмендегі жағалауға секіріп кеттім. Сол күні секірген кезде қалайша домалап кетпегеніме, бір емес бірнеше жерімді сындырып алмағаныма әлі күнге дейін таңғаламын. Өкінішке қарай бұл қауіпті алаңғасарлық мені олардан құтқара алмады. Басымды бұрған кезде олардың Ылдидың басқа жағынан жаймен түсіп келе жатқандарын көрдім. Жүгірсем, бұл екі нәзік жандардың атқа мінсе де маған жете алмайтындары ақиқат еді. Бірақ бұл қашуым бір нәрсе түсініп қалғанымды, немесе еш болмаса бір нәрседен күмәнданғанымды көрсетер еді. Сол үшін ешбір қиыншылығым ештеңе болмағандай анда-санда теңізге тас лақтыруды жалғастырып, жылдамдатып жүре бастадым. Алдымыздағы шығыңқы жерді айналып өтсем болды, бақытты болар едім. Бірақ қырсықты қарамайсыз ба, таңертең теңіз кері шегініп, жартастың бұрышында өтетін жер ашылыпты. Жоспарым дайын болатын. Жағалаумен біраз жүргеннен кейін сол жердегі ешкілердің жолымен қайтадан Ылдиға шығатынмын. Ол жерден ешкілер де қиналып шығатындықтан, олар мені қуып жете алмай ізімді жоғалтар еді. Бірақ мына жақта қарсы бетте қызық бір комедия немесе оқиға маған бірнеше минутқа жоспарымды ұмыттырды. Әлгінде ғана жанымыздан өтіп кеткен қарт балықшы қолындағы үлкен күрекпен бір итті қуып жатты. Ит ырылдап ана жақтан мына жаққа қашып, қарт кісі болса жетіп алып күрекпен иттің ана жерінен бір, мына жерінен бір ұрып жатты. Алдыменен құтырған ит пе деген ой келді де тұрып қалдым. Бірақ қазіргі жағдайда балықшы одан да құтырған болып көрінді. Есін білмей ұрынып, бақырып, айқайлап жатты. Бірден қасына жетіп баруға қорқып, «Не болды, не жазды саған байғұс ит?» деп айқай салдым. Қарт кісі әбден шаршаған болатын. Бір сәтке ұруды тоқтатып, күрегіне сүйенді, жылайтындай болып. «Не болушы еді? Отта қайнап жатқан қара майды аударып тастады оңбаған», деді. «Бірақ мен бұны бұлай қалдырмаймын». Ашудың себебі белгілі болды. Ит балықшының жағалауда оттың үстінде қалайы ыдыста қайнатып жатқан қара майын аударып тастаған. Үлкен қылмыс. Дегенмен де итті қайықтың күрегімен ұрып өлтіретіндей үлкен қылмыс емес шығар. Ит жартастың бір тесігіне өзінше қауіпсіз жерге тығылғандай болды. Біраздан соң күрегі бар дұшпанның екінші рет шабуылы кезінде не істейтінін, өз аяғымен кірген мына қақпаннан қалай шығатынын ойламастан анда-санда ұлып отырды. Оның орнына жағалаумен тіп-тіке қашқанда немесе менің жоспарлаған жолымен Ылдиға шыққанында құтылып кетер еді. Уақытым болғанда мына итті құтқарар едім. Бірақ өкінішке қарай өзімнің шаруам да басымнан асып жатты. Мен де сол сияқты қашып келе жаттым. Мәжнүн мен бөлемнің шығыңқы жерді өткендері қайтадан есімді шығарды. Артыма қарамастан тездетіп жүріп Ылдиға көтеріле бастадым. Бірақ бұрын да ойлағанымдай ұзаққа қашып кеткім де келмей тұрды. Қайта-қайта тоқтап білдірмей артыма нақты айтқанда төменге қарап келе жаттым. Құдайым-ау, Мәжнүн Кемранға бәрін айтып берген секілді. Аударылған майдың қасында дүрлігіп сөйлесіп тұрды. Соңында бөлемнің қалтасынан әмиянын шығарғанын, балықшыға ақша бергенін көрдім. Ең қызығы, қуанып күрегін жерге тастаған балықшы маған қарап қолын бұлғады. Маған да жұғысты болсын, ит құтылған болатын. Олардың артымнан айғайлаған дауыстарына қарамастан үйге қарай тарттым. Мәжнүннің жасағаны есіме түскен сайын жынданып, денемнің қызуы көтеріліп тұрды. Кейде тырнағыммен алақанымды тырнап тұрып, мазақ болдым. Көрсетемін саған Мәжнүн деп кіжініп тұрдым. Осы ашумен Стамбулға да жетіп қалар ма едім? Есіктің алдынан әзиз-жездем күтіп алды. «Қызым-ау, мына түрің не? Қызылшадан бетер қызарып кетіпсің, біреу қуып келе жатыр ма?» деп алдыма тұрып алды.
ашулы күлкімен. Ол не дегеніңіз жесе деп балалардың даусы шығып жатқан артқы бақшаға қарай жүгіріп кеттім. Бақшада үлкен бір қызыл қайын ағашына байланған әткеншек бар еді. Кей күндері көрші балаларды жинап, мына жердің астан-кестенін шығаратын едім. Бүгін кішкентай достарым менің шақыруымды күтпей әткеншектің басына жиналыпты. Қандай керемет кездейсоқтық. Үйге келе жатып бөлмеме кіріп алып есікті кілттеп аламын деп ойлаған болатынмын, бірақ олар міндетті түрде артынан келіп есікті ашуға күштеп мені ұятқа қалдырар еді. Ал қазір балаларға араласып, бар жындылығымды шығарып, олардың қасыма жақындауына кедергі бола аламын. Достарымның арасында әткеншекке бірінші минут аласы жүріп жатты. Мен солардың арасына кіріп кетіп, қолыммен оларды екі жаққа бөліп тастап, барлығың шетке кезекке тұрыңдар, дедім. Мен сендерді өзім бүртүйерлеп әткеншекте тербетемін. Әткеншекке секіріп мініп кішкентай баланың біреуін құшағыма алдым. Тербетуге тырыстым. Көп кешікпей олар да жетіп балалардың артына тұрды. Мәжгүн тез-тез дем алып анда-санда қолымен кеудесін басып тұрды. Бөлем оны қинап жүгірткен секілді. Ішінен сол керек саған деп тұрдым және әткеншекті одан сайын жылдамдаттым. Шетте кезегін күткен балалар сабырсызданып, көп болды ғой, біз ше деп айқайлай бастады. Бірақ мен оларға құлақ аспай қызыл қайыңның жапырақтарын шуладып одан сайын биікке ұшып жаттым. Бұл жағдай балаларды әбден ашуландырды. Сабырсызданып, белгіленген шекарадан шығып әткеншектің алдына жүгіріп шыға бастады. Мәжгүн мен Кемран оларды қолынан ұстап, әткеншекке бетін, көзін жарақаттап алуына тосқауыл болып жатты. Ең жаманы менімен мінген кішкентай бала да мазасызданды. Тіземде отырған бар даусымен ойбайлаған мына сұмырайдың қолындағы жіпті жіберіп қалып, жерге құлап кететіннен қорқа бастадым. Амалсыздан тербетуді тоқтаттым, балаға ұрса жөнелдім. Әткеншекпен биікке самғаудан қорқатын баланың әткеншекке мініп несі бар еді? Үйіне барып кішкентай бауырларының бесігінде тербелгені жақсы болар еді. Осыған ұқсас бірнеше сөз айттым. Қысқасы, Кемранның маған тіл қатуына мұрша бермеу үшін қайдағы жоқты айтып айқай-шу көтердім. Менің бақытыма қарай басқа балалар да ойбайға салып бақырып жатты. Бақшаны тозаққа айналдырып жібергендей болды дауыстары. Мені де, Фериде әпке, мені де. Жоқ, ешкімді алмаймын. Қорқасыңдар. Қорықпаймыз, Фериде әпке, қорықпаймыз. Осы кезде үйдің терезесінен тәтемнің даусы естілді. Фериде, олардың да біраз көңілдерін аула, жаным. Сол жаққа қарадым да үлкен бір тартыс бастадым. Тәте, солай дейсіз де, сосын құлап бір жерлерін жарақаттап алса, менің дымымды қалдырмайсыз. Әй қызым-ау, балаларды құлату шарт емес қой, ақырын тербете сал. Тәте, мені білмейтіндей сөйлемеңіз, өтінемін. 40 жылдан бері Беймаза Бозторғайды танымадыңыз ба? Маған сенім болмас. Жаймен бастап, кейін әткеншек қызған сайын қане шамалы қосыңқыра, қане деп шайтан түрте бастайды. Қой, тоқтат, қасымда балалар бар деп жауап берермін. Бірақ ол қане шамалы қос, жалынамын деп жалғастырады. Ол дауысқа ағаштың бұтақтары, жапырақтары қосылып, қане Фериде деп қайталай түседі. Осыншама ынталандыруға Беймаза Бозторғай қалайша шыдап тұрады? Түсініңізші, аяңызшы. Айтатын сөзім бітіп қалғандай болды. Теріс қарап тұрсам да бөлемнің артымда тұрғанын сезіндім. Аузым жабылған кезде оның аузы ашылатынына еш күмәнім жоқ еді. Не істесем екен? Онымен оңаша қалмауым үшін не істеуім керек? Етегіме бір баланың жабысқанын көріп тұрып, қолтығынан ұстап аспанға көтердім. Бұл қонақтарымның ең кішкентайы 7-8 жасар бала болатын. Бетін бетіме тигізіп, ренжімеші, бірақ сенімен міне алмаймын. Мынау томпиған аппақ бетіңді жарақаттап алсақ қайтеміз? Баланың артына бір көлеңке жақындай түсті. Бұл Кемран болатын. Басымды көтере сала онымен бетпе-бет көзбе-көз келетінімізге еш күмәнім жоқ еді. Енді қашатын жер қалмады. Одан қашып, қорқып жүру бұл өмірде қабылдай алмайтын нәрсем. Сол үшін баланы жерге түсіріп, Кемранның көзіне тура қарап, қане кішкентайым, Кемран ағаңа бар. Ол да қыз секілді нәзік, ерке бір жігіт. Сүт анаң секілді сені еркелетіп, қинамай, шаршатпай жаймен тербете алады. Бірақ қатты жыбырлай берме, өйткені нәзік қолының саған күші жетпей қалуы мүмкін. Екеуінде құлап қаласыңдар, байқаңдар. Ниетім көзіне қарап басын төмен түсіргенше осынша тәкаппар және мейірімсіз қалжыңдарымды жалғастыру болатын. Бірақ ол көзін жасырмады. Босқа өре болма, бәрін білемін, деген көзқараспен маған қарап тұрды. Бұл ретте шын жеңілгенімді сезіп тұрдым. Басымды төмен қаратып, бет орамалыммен кірленген алақанымды сүртіп тұрдым. Кемран, көңіл көтеріп жатырсың ба, тентек, деді. Қазір көресің, бірге мінеміз. Жылдам қимылдап, жакетін шешіп, Мәжгүнге қарай лақтырып жіберді. Тәтем терезеден, ойбай Кемран, бала болма, ол жындыны жеңе алмайсың, бір жеріңді сындырасың, деп айқайлап жатты. Балалар қызық бір нәрсе болатын сезгендей артқа қарай шегінді. Әткеншектің жанында екеуміз қалдық. Бөлем күліп, не күтіп тұрсың, Фериде, қорқып тұрсың ба, деді. Осы жолы бетіне қарай алмай. Армандапсың, деп әткеншекке секіріп міндім. Жіптері сықырлап, әткеншек ақырындап қимылдай бастады.
Мен абайлап қимылдадым. Өте қиын болып көрінген бұл жарыста күшімді сақтап қалу үшін тіземді жаймен бүгу маған жеткілікті болып көрінді. Біраздан соң жылдамдығымыз арта түсті. Қызыл қайын жапырақтардың даусымен шайқала бастады. Екеуміз де жағымыз қарысып қалғандай бір ауыз сөз айтсақ күшіміз кетіп қалатындай үндемей тұрдық. Тербетілгеннен басым аздап айналып есім шыға бастады. Кемранның басы бір кезде жапырақ үйіндісіне кіріп, ұзын шашы маңдайына түсті. Мазақ қылған бір дауыспен «Өкіне бастадыңыз ба?» деп сұрадым. Ол да күліп «Кімнің өкінетінін алдағы уақытта көрерміз» деді. Жалбыраған шашының арасынан жарқырап от шашып тұрған жасыл көзі менің кеудемде бір кек сезімін оятты. Күш салып тіземді бүгіп, әткеншектің жылдамдығын арттыра түстім. Енді көтеріліп түскен сайын шашымыз жапырақтардың арасына кіріп қобырап жатты. Бір кезде түсімдегідей тәтемнің «Жетер, жетер» деп бақырған даусын естідім. Мұны Кемран да қайталады. «Жете ме, Фериде?» деді. «Оны сізден сұрау керек» деп жауап бердім. «Мен үшін жоқ» деді. Мәжгүннен естіп білген жақсы нәрселерден кейін шаршау мүмкін емес. Тізем дірілдеп, жіптер қолымнан шығып кетеді деп қорықтым. Кемран: «Бұған үміттеніп келген едім. Мен бұл жерге сен үшін келдім, Фериде» деп жалғастырды. Еш әрекет жасамасам да әткеншек қарқынын бұзбай тербеле берді. Қолымды жіптің сыртынан өткізіп алып саусақтарымды бір-біріне бекіттім. «Түсейік енді, құлаймын» деп жалындым. Ол әлсірегенімді сезбеді. «Жоқ, Фериде, менімен үйленуге разы екенді өз аузыңнан естігенше сені жібермеймін, бірге құлап өлгенше» деді. Ерні шашымның арасына, маңдайыма, көзіме тиіп жатты. Тізем бүгілді, бір-біріне жабысып қалған саусақтарым ашылмаса да, қолым жіптен сырғанап кетті. Кемран мені осы кезде ұстап алмағанда міндетті түрде жерге құлайтын едім. Бірақ оның күші мені ұстап қалуға жеткіліксіз болды. Тепе-теңдігі бұзылған әткеншектің бұратыла бастаған жіптері арасында жерге домалап құладық. Есімді жинап көзімді ашқан кезде өзімді тәтемнің құшағында көрдім. Дымқыл орамалмен самайымды сүртіп, «Бір жерің ауырып қалмады ма, қызым?» деп сұрады. «Жоқ, тәте» дедім. «Онда неге жылап тұрсың?» «Мен бе жылаған, тәте?» «Көзіңдегі жас емей немене?» Басымды тәтемнің кеудесіне қойып, «Құламастан бұрын жылаған болармын, тәте» дедім.